Иттің жасы. Әңгіменің авторы Досхан Жылқыбай. Көктемнің күні. Шығыстан таң шапағы білінгеннен басталып күнбатысқа батқанша бір толас таппайтын тірінің тіршілігі. Әркім өз ісімен. Автобус айдайтын көршіміз Сахаң машинасының моторымен әлек. Малшы Марат өз әдетінше мал қорасында. Ауылдың ұстасы Қоқан ыңылдап ағаш жонып отыр. Тауық қораның жанынан жапсарластыра салынған өз үйшігінің алдында кеуіп кеткен қу сүйекті қызғанғандай екі аяғының арасына ала түсіп байғасқа жатыр. Жанынан өткен тауықтарға ырылдай қарап қу сүйекті қармана түседі. Дымға жарамсыз оны несіне қызғанады десеңші, түсінбеймін. Қыс болсын, жаз болсын ауылдың түнгі көшесінің тірлігі біткен бе? Сондай тірліктерім кеш бітіп, жұлдыздар жарықтан жасқанып, жоғала бастаған шақта жастығыма жантайған едім. Қанша ұйықтағанымды білмеймін, әйтеуір азанда атамның айғайымен жамылғымды жұлқа тартқанынан жан ұшыра атып тұрдым. Көзімді уқалай күштеп ашып, қабырғадағы секунд санап соққан сары сағатқа сығырайған көзімен сығалай қарадым да, өзімнің 2-ақ сағат ұйықтағанымды ұқтым. Амал қайсы, атамның табалдырықты торуылдап жүретін ашуына алынғым келмей, төсегімнен тұрдым да, есікті есіней ашып, есеңгіреген қалпы далаға шықтым. Құдық басына барып, мотордан аққан мұздай суға әбден жуынып үйге кірсем, бәрі шай үстінде екен. Бір шетіне мен де отыра кеттім. Түнде үйге түн аспаны түрле бастағанда келіп, азанда айғаймен оятылған адамды кімі жақтырсын? Ешкім тіл қатпады. Өзімнің қателігімді біліп, мен де үнсізбін. Түнде қайда болдың? Азаннан бері маған қаратыла айтылған алғашқы сөз. Айдостың үйінде. Қайда қаңғырсаң да қатып қалған қағидамен қайталанатын бір-ақ жауап осы. Сен болмасаң өледі екенді сол Айдосың. Екі туып егізіңнің сыңары ма еді? Осылай атам жақтан болашақ боранның басталарын білдіріп, алғашқы ұшқындары ұша бастағанда айналайын апам сөзге араласып: балам, есіктің алдын жинастырып қыстан қалған күлді шығарып тастайық, шайыңды ішіп ал, деп атамның алапатының алдын алып үлгерді. Маған да қажеті осы, шайымды ішер-ішпестен есікке 2 аттап жеттім де далаға шығып кең тыныстадым. Есекті ертеп, арбаны жегіп, қыстай үйден шығарылып төбе болып үйілген күлтөбенің жанына келдім. Қолым мен аяғым өзімдікі еместей, ұйқының піспегенімен, түнімен ауыл аспанына шаң көтеріп жаяу жүргенім қосылып келіп, денемді қорғасындай құрыстырып қимылдатар емес. Қалғып, мүлгіп, 2 күрек лақтырып, 2 сағат дем алып жүріп, бір арба күлді шығарып келгеннен кейін, бойым жазылып, түскі асқа шақырған жеңгемнің жағымды дауысына дейін біраз бөлігін еңсеріп тастадым. Жұмыс істеген адамды кім жақтырмасын? Таңғы астағыдай емес, түскі ас кезінде кәдімгідей адам қатарына қосылып қалыппын. Түстен кейін бар күлді шығарып біттім де, енді тек майда шүйде жұмыстар қалды деп ойлап едім. Күтпеген кедергіге кез болдым. Жұмыстағы кедергі болса бір мәнісі болар-ау, адамдар арасындағы. Арбаны ағытып, есектің ерін алып жайғастырдым да, ескі ағаштарды жинастырып жатыр едім. Апам: Досхан, бері келші, мына тоңазытқышты бастырмаға апарып қояйық, деді. Үйге жаңа тоңазытқыш келгеннен бері абыройы түсіп, ығыса сыртқа шығып қалған ескі тоңазытқышты не істейді екен деп бір сәт ойланып тұрдым да, апаммен сөз таластырғым келмей қасына бардым. Істен шыққанына көп жыл өтсе де, ағам үйленіп жеңешемнің артынан жаңа тоңазытқыш келгенше біздің үйдің бір үлкен мүлкіндей кеудесін керіп тұрар еді. Ал қазір дымға жарамай иттің үйшігінің жанынан орын тепкен. Кеше ғана құлаған кеңестің көзіндей болып тұрған бұл экспонат та сол кеңесте қаусағалы тұр екен. Іштей аяп тұрдым да, апам екеуміз екі жағынан көтеріп бастырмаға апара жатыр едік. Сыртта кірі жайып жүрген жеңешем шар ете қалды. Ойбай, оны не істейсіздер? Бастырмаға апарып қоямыз. Неге? Істемейтін бұл иттің итаяғын қайтеміз, мама?
Бастырмадағы заттарды салып қойға қажет. Апамдікі сылтау ғана, әйтпесе бастырмада бұған салынатын зат та жоқ. Мен әңгімеге араласпадым. Ой, мама, қойыңызшы, тастай салайықшы. Досқан бағана арбаға салып неге шығарып тастамадың? Неге шығарады екен? Артымнан келген дүнием, алғашқы дүнием. Менің көзім кетпей тұрып көзін жоймақпысың? Шығармаймын. Апамның көз алдынан жастығы жылт етіп өте шыққандай болды. Ол кісінің қартайғанын жүзіне қарап емес, артынан келген осы тоңазытқышына қарап-ақ аңғаруға болар еді. Алғаш үйленген жылдары айналдырған 2 бөлмелі үйлерінде шошайып отырған екеуі және аз-маз ғана дүние мүлкі болатын. Сол дүниенің ішіндегі ең өзіне ыстығы, ауылдың бәріне таңсық, үйге кіргенде бірден көзге түсетін осы тоңазытқышы еді. Осы тоңазытқыш арқылы ауылдағы біраз әйелдер ішінде абыройы асқақ тартып тұратын. Ал бүгін жағдайы мынау. Апамның осы тоңазытқышқа қарап, жастық шағы, үйленген бал шақтары есіне түсер. Артынан келген дүниеден қалғаны осы, басқаның бәрі быт-шыт. Дүние кезек деген осы екен-ау. Апам үшін бір кездері қол жетпес армандай еді. Келіні үшін дымға жарамсыз итаяқ. Келініне жекі бұрысып тастағысы келсе де, үйінің ұрыс шығарып берекесін алғысы келмеген. Шыны керек, бұл тоңазытқышты мен де қимаймын. Бұл менің де балалық шағымның белгісіндей. Осы тоңазытқышты көрген сайын менен 2 жас үлкендігі бар көршінің кенже қызы көз алдымда көлбеңдейтін. Таң ертеңнен кешке дейін бірге ойнап, бірде біздің үйге қонып қалып жүре берер едік. Бір күні біздің үйдегі кезекті ойынымызда жасырынбақ ойнап жатқанбыз. Мен іздедім, ол тығылды. Үй ішіндегі тығылар тасалар таныс болып қалса да, осы ойынымыздан жалықпаймыз. Көзімді жұмып тұрып межелі санға дейін санадым да, үйреншікті жерлерді жағалай жүріп өттім. Таппадым. Шифонердің іші, пештің арты, столдың асты, жер жұтқандай зым-зия. Ойын заңында далаға шығу жоқ болатын. Сонда да далаға шығып кетпеді ме деп даланы да бір шолып келіп табалдырықтан аттай берсем, тоңазытқыш есігі өзінен өзі ашылып, сандыққа жасырып ұстайтын қызғаншақ деудің қызындай болып ішінен көршінің қызы қылмыңдай шығып келе жатқаны. Осынша уақыт бойы жасырынбақ ойнап жүріп, бос тұрған тоңазытқыш ішіне жасырыну ойыма да келмегеніне, аядай үйдің ішінен көршінің қызын таба алмағаныма ашуланғаным сонша, ол қызға айғайлағанымды сезбей де қалдым. Ал ол менің айғайлағанымды елеңде қылар емес, өзін таба алмай қалғанына сонша мәз. Сәлден кейін ашуым басылып, басқа амал болмай бұртиуға көштім. Сөйлегеніне, ойнайық деген сөзіне өзімше мән бермеген болып, ренжіген реңіммен теріс қарап отыра бердім. Қасымдағы қара қыз сол сәт үнсіз қалып, еңкейе беріп, еріндерін бетіме тигізді де, бұраңдай басып есікке беттеді. Оның сүйгені қанша нәзік болғанымен, орнымнан тұра алмастай етіп шегелеп кетті. Есімді жисам, бөлмеде жалғыз отырмын. Сол күннен бастап әншейінде есігін теуіп кіретін көршінің үйіне баруға ұялатынды шығардым. Апам жұмсаса, есігінің сыртынан айғайлаймын. 2 үйде менің бұл ісіме қатты мән бермеген еді. Балалардың сөзі жараспай қалғанда дегенде қойған. Бірақ біз дәл сол кезде бала ма едік? Көршінің қызын қайдам, бірақ мен балалыққа тән пәк ойыным мен ойларым сол күннен бері жалғаспады. Сол қызбен ойнауға үйден оқталып-ақ шығамын. 2 үйдің арасындағы есікке жете бергенде кеудемнен белгісіз бір күш итеріп тұрады. Амалсыз кері қайтам. Осылай үйдің есігі мен арадағы есіктің ортасында сандалып 3 күн жүрдім. Бүгін 4-ші күн. Салдабасы шыққан ойыншығымды салдыратып аулада жүргенмін. Көршінің үйінің ошағынан тезектің түтіні көтеріліп жатыр екен. Анда-санда ашқылтым иісі келеді мұрынға. Шамасы нан көміп жатыр-ау. Сәлден кейін 2 үй арасындағы есік ашылды да, қолында жаңа піскен ыстық бір үзім наны бар көршінің қызы көрінді.
Байқамағансып ойыншығымды шұқылап отыра бердім теріс қарап. Арқам мұздап бара жатты. Кеудем дауыл күнгі толқыған теңіздей толқиды кеп. Адам күткен кезде уақыт жай өте ме, жоқ әлде көршінің қызы сонша сылбыр ма? Жақын-ақ жерден жаныма жетуі мұң болды. Ол келгенше менің кеудемдегі теңіз кемерінен әлденеше рет тасып төгілген еді. Әйтеуір жетті-ау қасыма. Қолындағы нанды маған ұсынып тұрып, көзіне түскен шаштарын қолымен құлағының артына қайырып тастап, сол қолымен күн сәулесінен көздерін көлегейлеп күлімсіреп тұрды да, «Жүр, ойнайық» деген. Қарсыласқан да келіскен де жоқпын. Үнсіз артынан ере бердім. Сырттай қарағанда бәрі бұрынғыша сияқты, бірақ тіптен олай емес. Ойынымыздың мазмұны өзгермегенімен менің басымдағы ой басқа. Мүмкін оның да басында менікіндей шығар. Өз ойымның шетін шығарып бірге суға шомылайық деп едім. Әншейінде менен бұрын суға сүңги кететін ол мұрнын тыржитып келіспеген сыңай танытты. Біз осылай алғаш рет бір-бірімізден ұялдық. Ол өзінің қыз екенін, мен өзімнің жігіт екенімді түсініп, тұңғыш рет бірге суға түсуден бас тарттық. Әрине, біз мұнан кейін ойнамадық емес, ойнадық, бірақ ойын да, ойналатын орын да өзгерген. Қысқасы, бұл тоңазытқыш өздері кейіннен көшіп кеткен. Менің алғашқы махаббатым болмаса да, алғаш қыз деп таныған көршінің кенже қызынан қалған естелік пен менің балалық пәк ойларымның ең соңғы, ал апаның отбасылық өмірінің ең бастапқы баспалдағы. Ене деген ескілігін аңсаушы да, жеңге жаңалықтың жаршысы. Жаңа нәрсе тұрғызу үшін ескіні қирату қажет. Бұл тоңазытқыш төңірегінде ене мен келіннің ғана келіспеушілігі емес еді. Екеуін де кінәлауға болмайтын шығар, бірақ апамның айтқанын орындамағаны үшін жеңгемді сонша жек көріп тұрдым. Бұл даудың болып жатқанын көрсе де, көрмегенсі бөте шыққан ағама да өз әйеліне қой деп айта алмағаны үшін ішім қыж-қыж қайнап жатты. Бірақ апам енелігі мен жасының үлкендігін ортаға салып жүріп, тоңазытқышын қызғыштай қорып, ақыры арашалап алып қалды. Ағам екеуміз көтеріп апарып қалаған орнына қойып бердік. Келіні түскелі бері қазан ошақтың қасына көп бара бермейтін еді. Бірақ бүгін өзі ошаққа от жағып, су ысытып, сол сумен өз тоңазытқышын жуып шайып жатты. Бастырмаға қарама-қарсы қойылған тапшан үстінде жаңа ғана қойларды жайғап келген атам аяқ астынан пысықтық ұстап кеткен кемпіріне көзін сығырайта күлімсіреп қарады да отырды. Есіне не түсті екен? Өз жұмысымен әуестеніп кеткені сонша апам кешкі асқа кешігіп келді. Бісмілләсін аузына алып, жеңгем құйған шайға қолын соза беріп, «Сен де ене атанарсың, иттің жасына сен де жетерсің», деді де ренжіген сыңаймен теріс қарап алып шайын ұрттай берді. Бетіне түскен әжімдер құлағына қарай жиі-жиі жиырылады. Күлімсіреп отырғаны есіне не түсті екен? Ауыл тынышталған. Автобус айдайтын сақаңда белгісіз бір әннің әуеніне салып, ыңылдап ағаш шонып отыратын қоқаң да жоқ. Тек баяғы байғасқа ғана өз үйшігінің жанында сол баяғы қу сүйекті қармана түсіп, ауық-ауық үріп қояды. Дымға жарамсыз, оны несіне қызғанады десеңші. Әңгіменің соңы. Оқыған Роза Сұлтаналиева.